Күріш суы бас терісімен қатар шашты нығайтып, жұмсартады екен. Күріш суын жасау үшін күріштің үстіне 1 стақан қайнаған су құю керек, немесе сүзгіден өткізер алдын оны 24 сағат бойы суға салып қойыңыз. Алынған сұйықтықпен шашыңызды шайып 30 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін шашыңызды сусабынмен жуыңыз. Шаш нығайтудың бұл әдісі бізге Жапониядан келді. Хэйян дәуірінің сарай ханымдары шаштарын күріш суымен жуды. Ал олардың қалың шаштары еденге дерлік жететін. Сонымен қатар күріш процедуралары Кореяда да танымал. Корей әйелдері күріш суымен бетін жууды жақсы көреді. Өйткені ол теріні ылғалдандырып қана қоймай, сонымен қатар оны ағартады. Күріш суы шашты нәрлендіретін және жылтырататын дәрумендер мен минералдарға бай. Күріштің құрамында шаш протеині саналатын цистеин амин қышқылының аз мөлшері бар. Сондықтан ол шашты қалпына келтіруге көмектеседі, дейді сұлулық саласындағы химик маман Джинджер Кинг. Күріш суының құрамында әлсіреген шашты қалпына келтіруге көмектесетін инозит бар екені белгілі. Бұл компоненттер бас терісін сауыстауға қосымша көмек береді.